Ассалаумағалейкум. Конституциядан орыс тілін алып тастау керек деген әңгіме қазір әлі де интернетте жиі айтылып жүр. Оған қатысты арнайы петиция жазылды, оған 100 мыңнан астам адам қол қойды, мен де оған қол қойдым. Әрине, мен бұл шараны қолдаймын. Мен конституциядан орыс тілінің алып тасталуын қолдаймын, оны талап етемін. Бірақ оны жүзеге асырғанның өзінде үлкен өзгерістер болмайды. Тек бір нәрседе, бір салада ғана өзгеріс болуы мүмкін. Ол шетелдік бизнеске қатысты. Қазақстанда шетелдік компаниялар бизнес ашқан кезде, филиал ашқан кезде, олар бизнесті негізінен орыс тілінде жүргізеді. Неге? Өйткені олар Қазақстан нарығына кірмес бұрын бізде ресми тіл қандай екені туралы ақпаратты интернеттен іздейді. Сол кезде олар қандай ақпарат табады? Қазақстанда ресми тіл қазақ тілі және орыс тілі. Неге? Өйткені конституцияда солай жазылған. Конституцияда орыс тілі ресми қолданылады деп жазылғандықтан, соның кесірінен бүкіл халықаралық қоғам алдында орыс тілінің статусы қазақ тілімен бірдей болып тұр. Өйткені басқа мемлекеттерде бүкіл әлем бойынша мемлекеттің көпшілігінде мемлекеттік тіл деген ұғым жоқ, оларда ресми тіл деген ұғым бар. Ол бүкіл әлем бойынша сондай стандарт. Мемлекеттік тіл деген ұғым көбінесе осы кеңес үкіметінен қалған елдерде және тағы да кейбір басқа мемлекеттерде бар, бірақ мемлекеттердің басым бөлігі ресми тіл деген ұғым қолданады. Сондықтан олар мемлекеттік тіл мен ресми тілдің арасында айырмашылық бар екенін түсінбейді. Сондықтан олар орыс тілін қазақ тілімен тең дәрежеге қояды. Мысалы біз Google-дан Қазақстанда ресми тіл қандай деп іздеген кезде, ол бізге екі тілді көрсетеді, қазақ тілі мен орыс тілі. Неге? Өйткені олар сол конституцияға сүйенеді. Олар Википедияға сүйенеді, Google Википедияға сүйенеді, ал Википедия конституцияға сүйенеді. Ал конституцияда орыс тілі ресми тіл деп тұр. Сондықтан Википедияда, ағылшын тілді Википедияда қазақ тілі мен орыс тілінің статусы ресми деп жазылған. Соны қолданып Google Қазақстанда орыс тілі мен қазақ тілі тең дәрежеде ресми тілдер деп жазады. Соны көріп, шетел бизнесмендері Қазақстанда бизнес ашқан кезде, әрине олар оңай жолды таңдайды. Неге? Өйткені орыс тілінде бәрі бар. Өйткені олар Ресейде бизнес ашты ғой. Оларда орыс тілді материалдың бәрі бар. Мысалы, қандай да бір тауарды сатып жатыр ма, бір техника сата ма, сол техниканың нұсқаулықтары орыс тіліне аударылып қойған, орыс тілінде жарнамалар дайындалып қойған, орыс тілінде мамандар дайындалған, яғни бәрі бар. Орыс тілінде техникалық терминдердің бәрі бар. Сондықтан олар қиын жолды таңдамайды, олар орыс тіліндегі дайын материалдың бәрін қолданып, соны алып, соны қолдана береді. Олар қарайды, Қазақстанда орыс тілі ресми тіл болды, біз заң жүзінде орыс тілінде бизнесті жасай береміз дейді, қазақ тілін елемейді. Неге? Өйткені қазақша бизнес жүргізу үшін оларға қазақ тілді мамандар дайындау керек, қазақ тілді материалдар дайындау керек. Оның бәрі үлкен жұмыс. Өйткені қазақ тілі дамымаған тіл. Олар осындай нәрсемен басын ауыртқысы келмейді. Сондықтан олар оңай жолды таңдайды. Мен сіздерге қазір бірнеше мысал келтірейін. Мен iHerb деген сайтты қолданамын. Менде телефонда да оның қолданбасы бар. Сол арқылы әртүрлі витаминдер сатып аламын, әртүрлі қоспалар сатып аламын. Сол сайтты қолданғанда менде аккаунтта мен өңірді Қазақстан деп қойдым, валютаны теңге деп қойдым, бірақ тілді ағылшын тілі деп қойдым. Өйткені маған ағылшын тілі ыңғайлы да, мен бұл тақырыпты ағылшын тілінде зерттеп үйрендім. Маған ол үйреншікті. Биохимиялық терминдер, медициналық терминдер, бүкіл осы денсаулыққа қатысты ақпарат ағылшын тілінде маған жеңіл қабылданады. Мен оны үйрендім. Орыс тілінде кішкене күрделірек, маған қиындау, маған үйреншіксіз. Сосын орыс тілінде кейде аударманың сапасы да дұрыс болмай жатады. Сондықтан мен iHerb сайтын таза ағылшын тілінде қолданамын. Ал енді егер мен аккаунтқа кірмей сол сайтты ашсам, ол геолокация арқылы менің Қазақстанда екенімді анықтайды да, автоматты түрде бүкіл ақпаратты орыс тіліне аударып жібереді. Сөйтіп менде Қазақстан тұрады, теңге тұрады, бірақ орыс тілінде болады. Сөйтіп мен сол сайтқа кірген сайын, не ол геолокация арқылы анықтайды, немесе ол өңірді таңдаңыз деген кезде, мен Қазақстанды таңдаған кезде автоматты түрде бәрі орыс тіліне аударылады. Сосын мен қайтадан кіріп, баптауларға кіріп, қайта ағылшын тілін қойып әлек боламын. Сондай нәрсе мен қатты жыныма тиеді. Соған қанша уақытымды жұмсаймын. Кірем, қайта орыс тілін қояды, кірем, қайта орыс тілін қояды. Сол қатты жыныма тиеді. Міне, осындай мәселе бар. Бұдан басқа. Тағы бір мысал, мен жақында роутер сатып алдым, Wi-Fi роутер. Сол роутер алардың алдында бұл тақырыпты біраз зерттедім. TP-Link компаниясының роутерларын қарастырып жүрмін. Сонда TP-Link'тің ресми сайтына кірген кезде, ол бірінші ағылшын тілінде ашылады. Сол ағылшын тілінде оқып жүрдім, ешқандай проблема жоқ. Бір уақытта сол сайтты ашқан кезде ол менен өңірді таңдаңыз деп сондай меню шықты да, мен Қазақстан деп таңдап едім. Ол сайттың бәрі орыс тіліне аударылып шықты. Содан кейін мен қайтадан баптауларға кіріп, қайтадан ағылшын тілін қойдым. Сол нәрседе маған өте жағымсыз әсер қалдырды. Тағы бір мысал. Мен балама планшет әпергеннен кейін, оған былтыр планшет әпердім, онлайн сабақ басталғасын, онлайн оқу үшін планшет әпердім. Сол планшет әпергеннен кейін оған YouTube Kids деген қолданба орнаттым. Балаларға арналған YouTube. Сол YouTube Kids орнатылып, қосылғаннан кейін, қосылған бетте өңірді таңдаңыз деп шықты. Өңірді таңдаған кезде, Қазақстанды басқан кезде, ол
жаңағыдай рекомендованный видео бар ғой, ұсынылатын видео. Сол ұсынылатын арналарды, видеоларды ұсынған кезде бәрі 100% орыс тілінде шықты. 100% Ресейдің мультфильмдері шықты. Бәрін қарап шықтым, қазақша бірде-бір контент шыққан жоқ. Неге? Өйткені олар да сондай принципті қолданады. Қазақстан ресми тіл қандай? Қазақ тілі мен орыс тілі. Қазақ тілінде контент бар ма? Қазақ тілінде контент болса да өте аз, және ол YouTube-тың трендінде жоқ. YouTube-тың трендінде орыс тілді контент бар. Және оның мөлшері де көп. Сондықтан ол автоматты түрде орыс тілді видеоларды, мультфильмдерді, контент, жаңа балалардың түсіретін арналарын, соның бәрін тренд қылып шығарады. Қазақ тілді контент жайында қалады. Міне, осындай мәселе бар. Иә, бұл жағынан мен келісемін. Бұл жағынан Конституциядағы орыс тілі деген бап, орыс тілі ресми түрде қолданылады деген бап бізге осындай зиян тигізіп отыр. Осы тұрғыдан бізге осындай өзгерістерді жүзеге асыру үшін Конституциядан орыс тілін алып тастау керек. Немесе халықаралық қауымдастық алдында орыс тілінің қазақ тіліне тең емес, дәрежесі тең емес деген ағарту жұмысын жүргізу керек. Google ма, YouTube па, басқа компаниялар бола ма, халықаралық компаниялардың бәріне түсіндіріп жеткізу керек, бәріне шайнап беру керек, ауыздарына салып беру керек. Орыс тілінің статусы қазақ тілінің статусынан төмен, қазақ тілінің статусы жоғары. Ең бірінші халықаралық компаниялар Қазақстанға кірген кезде қазақ тілінде жұмыс істеу керек деген ақпаратты оларға шайнап жеткізу керек. Осындай ағарту жұмыстарын жүргізу керек. Бірақ қайталап айтамын, Қазақстанның ішкі жағдайын алып қарасақ, қызмет көрсету саласы, жекеменшік компаниялар, онда Конституцияның ешқандай қатысы жоқ. Өйткені Конституцияда жекеменшік компаниялар орыс тілін қолдануға міндетті деген бап жоқ. Тек халықаралық бизнеске қатысты ғана. Оның өзі заңды қате түсінбегеннен болады. Конституциядағы бапты қате түсінгеннен болады. Дұрыс түсінбегеннен болады. Міне осы тұрғыдан, осы тұрғыдан мен келісемін, Конституциядан орыс тілін алып тастау керек. Сол кезде бізде халықаралық бизнес қазақ тіліне құрмет көрсете бастайды, қазақ тілімен санаса бастайды, қазақ тілі аудиториямен санаса бастайды.